Ана тіліне тағзым. Ана тілі біздің туған анамыз, анамыздай сыйлап бағып қағамыз. Ана тілін бағаласақ қалай біз, өзіміздің сондай болмақ бағамыз. Ана тілін кім аялай білмесе, анасынан безген ұл деп қараңыз. Мұзапар Әлімбаев. Тағзым. Ізет, құрмет, қошемет. Мұзапар Әлімбаев ақын, аудармашы, балалар жазушысы. Павлодар облысы Шарбақты ауданы Маралды ауылында дүниеге келген. Балдырған журналының бас редакторы болып қызмет атқарған. Ақынның өлеңдерін, жаңылтпаштарын балалар қызығып оқиды. Ана тілі. Бар қазақтың орман, көлі, өзені, тау қиясы, жалпақ, жазық кезеңі, сайрап сөйлеп тұрған жоқ па қазақша, қалай тозар сендік асыл сөз кеңі. Ана тілім, күшім менің қуатым, жырым сендік жүрегімнен туатын. Тауысарма ырысыңды, қорыңды, тізелесіп қатар жазса мың ақын. Ғапу Қайырбеков. Сөз кені. Бұл жерде сөз байлығы деген мағынада. Тізелесу, барлығы бірігу.